Таныстыра кетейін, біздің департаменттің басты мақсаттары, қандай жұмыстар атқарып, соны тағы да сұрақтарыңыз туындап жатса, қоя жатасыздар. Жақсы ма? Жер жұмыстарын басқару, Шығыс Қазақстан облысы бойынша жер жұмыстарын басқару департамент негізінен осы әкімдіктер, аудандық, облыстық маңызы бар. Мына жері туралы. Мына жерден Қожақов осы ауылдың тұрғынымын. Ана бізден 800 метрдей болады кірмеді жүзіп алғанда жері. Карьерін қазатын жері. Қазып жатыр, уже? Бастапқы енді кішкене. Оны сендерден рұқсат алынды ма, қалай соны түсіндіріп кетсеңіз. Яғни 800 метрден ауылға тым жақын ғой, қалай берілді. Оларға бүйтіп жатыр ғой қазір енді 5 километрге дейін ауылдың нелері тұрғындарының пайдалануына берілген жерлерде. Ана жолда Ерлан Саевтың өзі айтып кеткен соң. Олар түсіндіріп кетсеңдер. Бұл бойынша біріншіден жерге пайдалану үшін рұқсат қағазды, құқық беруші құжатты біздің департамент бермейді. Оны жергілікті атқарушы орган береді. Мысалы, Күршім ауданында орналасты ма, онда Күршім ауданы әкімдігі беру керек. Біз ешқандай рұқсат қағаз бермейміз, бізден ешкім рұқсат сұрамайды. Біз тек тексеру жұмыстарын жүргіземіз. Тексеру жұмыстарын біз өз еркімізбен жүргізе алмаймыз қазіргі кезеңде. Енді кәсіпкерлік кодексі деген бар, кәсіпкерлердің құқықтарын қорғайтын. Сондықтан бізге өтініш түссе, біз келіп тексеріп, тексеру жүргізе аламыз. Ол бойынша. Одан кейін құқық берілетін добычаға не береді? Облыс береді. Қазу үшін. Қазу үшін, айта кетейін, ол немеге байланысты, мысалға, кен орнының түріне байланысты. Егер ол жай ғана жалпы таралатын пайдалы қазулар болса, онда Шығыс Қазақстан облысының кәсіпкерлік басқармасы береді. Ал егер ол алтын, құнды жаңағы металдар болса, оны министерство, индустрия инфрақұрылымдық министрлігі бар ғой, солар береді. Соған байланысты бөлінеді, металдың түріне байланысты. Сіздер бойынша жаңағы қазып жатыр деген мәселе бойынша бізге департаментқа өтініш түскен. Төлебаев Жандос деген сіздердің тұрғыны. Депутат. Осы ауылдың депутаты. Сол кісіден өтініш түскен. Қазіргі таңда сол біздің қарастыруымызда сол құжаттарын алу үшін жерді берген уәкілетті орган сол министрлік болғандықтан соған сұраныс жасалды. Енді қалай құжаттар келеді, сол бойынша біз тексеріс ашып, тексеріс жүргіземіз. Одан кейін сіз айтып отырсыз, жаңағы елді мекеннен 5 шақырым жерде жаңағы пайдалануға болмайды деп. Ол бойынша айтатын мәселе ол жер қойнауын пайдалану және кодекс бар ғой жаңа, жер пайдалану туралы, жер қойнауын пайдалану туралы. Сол кодексқа сәйкес жазылған 25-ші бапта. 25-ші баптың атауы жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу үшін шектелген аумақтар деген. Соның бірінші баптың бірінші тармағының екінші тармақшасында, яғни елді мекен жерлерінің аумағында және оларға 1000 метр қашықтықта іргелес жатқан аумақтарға шектеулер жүргізіледі деп тұр. 5 шақырым емес, 1000 деген енді бір шақырым жер. Бір шақырым жерді алуға болмайды. Сонымен қатар, ол егерде сол жер асты әдісімен қазылбаған жағдайда, ал егер жер асты әдісімен қазылған жағдайда, онда бір шақырымнан да жақын аралықта беріле береді. Өздеріңізге берілген Ридер қаласының білесіздер ғой өздеріңіз? Қаланың астында жер асты арқылы болғандықтан елді мекен ішінде де жүргізіп жатыр. Ал егер жер беті болғандықтан ол бір шақырым жер 1000 километр. Ой, 1000 шақырым, 1000 метр, то есть. Енді бұлардікі кішкене... Сонда 1000 метр болу керек, иә? Елді мекен шегінен. Бұлардікі кішкене Варварский метод болып тұр ғой, бұлардікі уже на крайне кетті уже. Бұлар аршиды да жердің бетін. Ашық қой. Уже ашады да бұлар открытый уже. Бұлар енді қандай химиялық нелер қосса да алтынды біріктіру керек қой. Ол сол сианид деген нәрсе өзі мен өлкемеге де Секисовка деген 40 километрдегі ауылға дейін уы барыпты дейді. Біз енді 1 километрде тұрмыз. Бізге онда біз жауап тастайды деген сөз ғой, былай қараса. Жаңағы біріктіретін химиялық элемент. Мен сіздерге айта алмаймын. Ол саланың маманы емеспін. Және де ол қазу тәсілдерін бәрін ол жаңағы
министрлік рұқсат берді ғой. Вот сол жерде олар келісімшарт жасалады. Сол келісімшартта қалай көрсетілген, вот сол келісімшарттың екінші тарапы министрлік болғандықтан, вот солар мынау ең крайний метод екен, мынау осы қазанбыз деген. Уже мына қалай айтса, уже техника күш қой ғой. Вот қазірден экскаватор деген баяғыда бір ғалым айтты, дайте мне упор, я весь земной шар переверну деген. Мына тура соған келді уже. Қазір гидравликаның күші любой тауды қазір бүйтіп жылатта лақтырады. Ең варварский метод деуге болады. Одан кейін жаңағы сіздер 5 жылға деп біз ғана қарталық қой, соның ішінде графасында жүр. Даже мен навес салуға болмайды екен. Аналар мені этажда үй сапсады. А бізге жазылып тұр менің жерімде. Сіз даже навес сала алмайды екен мен ол жерге. Ештеңке салуға болмайды. Өйткені маған берді ол жерге, мен тек қана бетіндегі. Енді қазір айтып жатыр, депутаттар сұрақ көтеріп, біз жердің астында қойнауды қазғанды қояйық. Біз жердің бетіне пайдаланып, малымызды бағып, үйімізді егіп, содан пайда көрейік. Түптің түбінде біздің жердің астындағы пайда қазба керек емес. Оның кейін бізде су. Ең жақсы бізде пресный вода дейді ғой. Қазір дүние жүзі енді ойланып жатыр. Үлкен кеме жасап, атомный энергия ең дешевый ғой. Соны бір мемлекеттен жүзіп шығып, мұхиттың бетіндегі тұзды суды алып, тазартып, келесі мемлекетке барып, таза пресный су береміз дейді. Бізде дайын су не? Дайын су. Түбінде осы суды біз неге құйып, мүмкін осы өзіміздің арамызда жер беті енді түбінде су алтындан да қымбат болады деген әңгіме келіп жатыр, уже шет шығарып шығып жатыр. Енді ол сіздерге де байланысты емес пе енді? Бірақ қарайсыңдар ғой рекультивацияға, иә? Рекультивация қараймыз, бірақ та жаңағы жер қойнауын пайдалану кодексі бойынша рекультивация, мысалға, қазуға берілді ғой рұқсат. Сол біткеннен кейін 6 ай өткен 6 ай мерзімінің ішінде бірақ барып жасау керек рекультивация. Енді ол қазіргі берілген кезде, мысалы, ол 25 жылға дейін берілдік десек, 25 жыл бітеді, одан кейін 6 айдан кейін біз тексере аламыз. Қазір барып біз оларға сіздер рекультивация жаса деп айтып отырмыз ғой. Мына жердегі сіздер 6 ай жақтан соны қарамайсыңдар, неге тексермейсіңдер? Енді ол бойынша жаңа айттым ғой сізге, біз өз еркімізбен барып тексере алмаймыз қазір. Кәсіпкерлік кодексі, тексерістің барлығы кәсіпкерлік кодексімен реттеледі. Ол үшін өтініш керек, оның біздің тексерудің да заңдылығын тексереді ғой прокуратура органдары. Біз өз бетімізбен барып қазір бір қағазды алып барып сіздерге барып, мысалы, сіз неге қазып жатсыз деп айта алмаймыз. Бізге бірінші прокуратура органдарына барып сол тексерісті тіркеу керек. Одан кейін барып рұқсат алғаннан кейін барып қарап аттан жетіп келеді, ешкім сұрамайды одан рұқсат. Адамдар экскаватормен қазып жатыр, неше жылдан бері қазып жатыр, рекультивация жасаймыз деген айтып өтірік болсын жасап жатыр бер жағында. Қазір ол бойынша мен сіздерге түсіндіруге дейін. Қазір технологиясы бар ғой. Қаншама нені быт қылды, ешкім қараған жоқ. Оған сонда одан рұқсат сұрап, обязательно бір жағында сендер мемлекеттердің қарау керек қой. Плодородный почваны бірінші жинап бір жерге оны қойу керек. А біз өйтеміз, бізде плодородный почваны анау екінші не бәрі араласып бір-ақ кетеді. Қалады сол кейін. Соны кейін барып жаңағы обработка жасаған рудасын қайтадан еру керек, плодородный почваны қайтадан бетіне жаю керек. Бізде бәрі араласып кеткен. Жоқ, білмейміз даже. Неме? Даже экскаватор қазып жатқанша бірінші қара топырақты шірітіп мына жаққа тастау керек та, екінші тазалап әкеткен нені мына жаққа тастау керек. Содан кейін мына жақтарын жаңағы көму керек. Жаңағы каналда. Оны плодородный почваны әкеп мына бетіне жаю керек. Сол технология сақталмайды. Жаңа айта кетейін тағы да, сіз айттыңыз ғой, мен шабындыққа 5 жыл алған жерге жаңағы навес жасай алмаймын дедіңіз, а олар фабрика салып жатыр дедіңіз. Енді сіздің алған жеріңіздің нысаналы мақсаты бар ғой. Нысаналы мақсат шабындық. Шабындықта ешқандай жаңбыр жауса отыру керек. Ондай енді болады енді. Ондай салма деген жоқ. Жоқ, ана жерде жасау деген болмайды. Кім атың кім сенің? Досқан болады. Досқан, ана жерде Досқан деп айта берейік. Айта беріңіз, айта беріңіз. Ана жерде не дерсі чапа, егіндіктің үстінде тұрады нелері. Иә. Салған официялары. Иә. Ол жерге заправкада салып тастады, бәрін салып тастады. Оған рұқсат иә? Иә, ол бойынша оған рұқсат та, алана бізге көлің отыратын лапа салуға рұқсат жоқ. Ол бойынша қазір түсіндіремін, асықпаңыздар. Нысаналы мақсатынан қарайық бірінші.
ол сіздерді шабындық, ол шабу үшін. Ал мына жерде жердің нысаналы мақсаты өзі сол фабрика салу үшін беріп отыр. Егер ол фабрика салған кезде, сіздер шабындық үшін алған кезде, сіздер ауыл шаруашылығы шығынын өтемейсіздер. Ал фабрика салған кезде, ол кісілер ауыл шаруашылық шығынын өтейді. Ол сол көзделген. Сонымен қатар жер кодексінің 90-шы бабында жазылған, егер де мысалға сондай құнды ауыл шаруашылығы алқаптар енді құнды болып саналады ғой. Оны біз қорғауымыз керек. Мысалға суармалы ауыл шаруашылығы алқаптары, мысалға ауыл шаруашылығы биологиялық және мысалға опытный поляны алайық. Өскеменнің жанында. Топырақ өте құнарлы, онымен жылда жұмыс жасайды. Вот сондай жерлердің өзін, егер де оның астында, mesela жазып тұр, учаскенің астынан бағалы қазбалы, пайдалы қазбалар, кен орындары табылған жағдайда ол жерлерді беруге болады деп жазылған 90-шы бабында жер кодексінде. Көпір салуға, мысалы, оған басқа екінші мысалы вариант дейміз ғой. Оны алуға оған қарсы келіп отырған жоқ қой. Біз қарсы келіп отырған себебіміз мына жерде жаңағы химический элемент үшін қарсы болып отырмыз. Жаңағы цианид деген пәле болып тұр. Химический элемент бойынша мен сіздерге енді айта алмаймын ештеңе, экологтар жауап. Оны жаңа біз оған қарсы емеспіз, оны жарайды. Бірақ ол бұндай методпен алуға қарсымыз біз. Мынау айтып отырмын ғой, мынау уже крайний метод. Методтары барлығы жаңағы сол шарт берілді ғой, министрлікпен шарт жасалды. Министрлік айтты, мысалы, сіздер осылай қаласыздар, ана кісілер иә деп соған қол қойды. Сол бойынша екінші тарап министрлік болғандықтан тәсілдері бойынша министрлік бақылау жүргізеді. Бұларды енді көрдіңіз бе, бұлар басында бәрін айтады, біз істейміз деп. Оны осылар таба алмай қаламыз. Культивацияны оны таба алмай қалады деген бойынша айтатын, алдын ала мысалға ол кісілер конкурстан өтті ғой. Министрлік конкурс жүргізді жер берер алдында. Контракт алу үшін. Вот сол конкурстан өткен кезде бұл кісілер конкурсқа қатыспас бұрын жаңағы кепілдік дейміз ғой, рекультивация үшін ақшаларын салып қойды сонда. Кейін олар сала береді ондайды. Бүйтіп сала береді олар. Сол рекультивация үшін ақшасын салып тайып қояды олар, болды. Ол тайып қойса, сол кепілдікте тұрған ақша сол алдын ала есептеледі. Ол кетіп қалады басқа жаққа. Бізге пайда жоқ деп. Оны кім біліп отыр? Заң бойынша айтып тұр. Заң бойынша солай, ол бірақ оны білмейді. Солай жазылған. Ол кісі қаш кетпеу үшін жаңағы рекультивацияны жасау үшін алдын ала есептеліп, сол баға, сол ақша кепілдікте тұрады. Егер ол кісі 6 ай өткеннен кейін, жаңағы мерзім біткеннен 6 айдан кейін рекультивацияны жасады ма, жасаса сол ақшаны қайтарып береді. Егер жасамаса, сол қалған ұсталып тұрған ақшадан соны мемлекет жасатады. Жасаған жоқ, бәрі жасамай кетіп қалған, ана ақшаны тастай салған. Ал анадан бізге жер керек. Оларға керек жоқ ана салған ақша, кепілдікке салған ақша. Оларға қарамайды ана неге завод. Техникасы тастап кетіп қалды. Бағыткенін өзіне сап қойсын жігер. Онда бірсе, ана басқа қайда бір ана ертіс бізге касай жоқ бірақ ертіс нелерге салады. Алтай жаққа техникасын тастап кетіп қалды. Мен сізге заң бойынша қалай солай айтып отырмын мен. Солай сапсайды да оларға, бізге оларға ешқандай жасамайды. Қай кезден бастап қазір келді, әлі бір не жасап көрген жоқ. Былтырдан бері біздің күшімізбен бар, бер жақтан кісі жапты. Қазір мына үстін бәрін нетсе де, бетін алса да, топырақ жоқ. Кәдімгі бетіне қайта жайған топырақ жоқ ол. Қара топырақ жоқ. Қара топырақ жоқ. Біз жаңа енді кейінгі досжан әкімдерімізбен сөйлестік. Ол кісі жаңағы ұсынған карта бойынша міне ауылда 2-6, 1-8 деді. 1-8 шақырым жерде карьер басталып жатыр деді. Қазылған деді. 1-8 емес, 800 метр ғой досым. 1-8 ғой соны. Олар 1-8 фабрика салатын жер 1-8. Қазатын міне. Әне тұр, қарақшы. Сол бойынша мен сізге айта кетейін. Қазіргі міне АСГСК деген база бар ғой, жерлердің рәсімделген жерлер осында көрініп тұрады міне. Мен сіздерге де берем, танысып шығыңыздар. Мына жерде міне қызылтым түспен көрсетілген қандай жерлер рәсімделген. Енді міне мен санап шықтым өзім. Осы Маралды ауылынан ең жақын жердегі рәсімделген жер міне 2100 шақырым метрді қашықтықта. 2 километр ғой соны. 2 километр жерде ең жақын жер. Залатардың жасағандар ма? Иә. Енді ол одан жақын жер, яғни ол рәсімделмеген деген сөз білдіреді ғой. Енді сол бойынша қазір міне жергілікті атқарушы органның өкіліне Ерасыл мырза акт обследование жасайды.
ошол боюнча эгер материалдар расталса, олар осы жерде жакын жерде казып жатыр деген. Сол негизинде бизге материалдар жолдойт. Сол өтүнүштүн негизинде, каттын негизинде биз текшерис ашырабыз. Карьердин негизи чети канча дедиң? Казатын жердин негизи чети канча дедиң? Базанын маалиметинче міне ауылдың ең шеткі нүктесін алдым мен. Иә. Одан ең жақын рәсімделген жер 2-1. Ана казатын жерлер, иә? Ал обработка жасайтын жері жақын желкеде Жоқ, тұр. ана казып алатын карьердің еші қарайсың, карьердің сол рәсімделген жерінде. Карьер емне жаңағы сұлған спутниктан түсірілген немелерге байланысты міне ол жақында орналасқан. Неше метр? Мына жерден өйтіп өлшеп көрсетіп өтті мен мына жерден. Ну, бұрай, желкеде тұр ғой. 2100-ден жақынырақ. Жақында. Ол соны енді нақты қазір міне жер бөлімі анықтайды ғой. Әнбе ол көрдіңіз ба? Ол Жай не тұр, әне қарақшы тұр ғой, әне басты тұрады. Жай көзбен қарасы сендерге ештеңе керек жоқ доказать етеді. міне қарақшы тұр. Ол қарақшы емес, әне мына жағында тура әне тиекті боймен қарасаң, қарақшы тұр. Тура соның арты неде, оның тура асты үй тұр. Ал енді бұған немене доказать етіп керек сендерге? Айтшы. Қандай доказать? Неше метр екенін көріп тұр ғой енді. Соны айтып тұрмын ғой мен сізге. Жер бөлімі есептейді. Есептейді. Метр деген жақындау деген метрмен айтыңдар дұрыстап. Мен сізге айтып отырмын метрмен. Мен сізге рәсімделген жер 2100 метр деп тұр. Ал одан бері қарай орналасқан жерлер акт жасалмаған. Ол акт жасалмаған жерлер деп. Ал енді бұл жаңағы Бесендер осындай дамылмайды ғой. жаңа тауды көріп тұрсыздар ғой, иә. Мен сізге айттым ғой жаңа кәсіпкерлік кодекс бойынша Жайдан-жай тексерілмейміз. бізге өтініш түспесе біз өзіміз еркімізбен келе алмаймыз ғой. Сіздер түсініңіздер. жаңа тауды көрсетіп тұрмыз ғой. Енді кейбір жылдары бізде қар қалың түседі. 2 метрдің үстінде түседі. Еще жел үрдейді. Оның көктемде бір жауын жауады. Біз ештеңке атқы жүргенде ана таудың сілемі түк болмайды. Жырып отырып әкеп мына Бұғыбай сайынан өткенде уже көпір үйдің іргесін бір-ақ шайды. Ондай келу мүмкін ғой. Біз олар айтады, біз бәрін қойып тастаймыз, дамбы қойып. Оның табиғаттың күші дамбына да қарамайды. 5 минут жаңбыр жауды ма бітті нөсерлеп отыр. Жаңа қармен араласқан бір-ақ әкеп ауылға қаратты, суға кіріп құяды. Жаңа улы затын жатқан нені қарамайды. Ондайды кепілдік ешкім беріп отырған жоқ табиғатқа. Жұқтағына міне Мерейлівкаға жауып кетіпті, мұқым ауылдың ішін шай кетіпті. Түгел, тәпішке аяқ киімнің бәрі ағып бара жатыр. Бәр жақ жауған бір 15 минут ішінде жауыпты. Енді ондай жауында жауы мүмкін, сонда мына өте жақын нәрсе. Бұны қойдырту керек. Онда егер совсем болмаса, онда көшіру керек ауылды. Қойайық онда мысалы. Нақты немен кеп айтуларың керек қой енді. Мына жерден кеп өтірік айтып кеткендер бізге ешқандай. Экологияда ана жерде әкімдер шықты, экологтардың бәрі келді. Тура көрсетеміз, жердің бағыты осылай соғып тұр. Оған немене экологтар керек сонда? Енді ана сендер тұсында пәлімі жақында. Метрде шек көтеріп көрсетті, көздерің көрініп тұр. Немене тексеретін дүние ананы? Немене сендерге доказать? Қалай содарға үшін салдыру керек қой сіздерге? Олар өтірік кеп мына жерге әңгіме айта бермеңдер көп. Сіздерге сорақсыздар ғой. Өтірік емес, давай, келіңдер де дұрыстап қараңыз, неше метр екен, жақындау деген сөз бола ма екен енді сендерге? Сендер фактімен келіңдерді айтыңдар. Ол үшін аға. Әділ. Ол үшін біз есептеуіміз керек. Сертификациясы өткен құралдар есептеуіміз керек. Дұрыстап конкретно көмектерің бар ма? Айтыңдар, осылай хата аңдарын істеп жатқан. Енді карьераны туралы тура мен сонда күзетшімін. Мен сізге тексермейміз деп отырмын жоқ, тексереміз деп отырмын. Бізде қазірдің өзінде бір өтініш біздің қарастырылуда департаментпен. Ал әкімшіліктің айналасында бір жоқ, иә, жарайды. Оның орнына қазір жайылымдарды басқару жоспары деген бар. Ол жоспарды жергілікті атқарушы орган ауданның әкімдігі бекітіп жасайды, оны мәслихат бекітеді депутаттар. Сол басқару жоспарына сәйкес, мысалы, осы уақытта осы жерде жайылады, осы уақытта осы жерде жайылады. Жаңағы ауылда сауын сиырлар қалады, одан кейін қалғандары жайлауға көшу керек деген бар. Сол сіздердің ауылдағы мал басы қанша тіркеліп тұр, соған байланысты есептеліп жасалынатын. Жақсы, ауылдың мал жайлады ғой, қайда барады басқа? Таудың ортасында отырмыз. Шығады да жайлады. Ол жоспарды қарау керек.
Мен сізге қазір жаңағы бір нәрсе айтсам, сіздер қазір тағы айтасыздар, сіз өтірік айтыпсыз. Сондықтан мен бірінші қарап алуымыз керек жоспарды, содан кейін айтуымыз. Жоқ, бірінші барып, бірінші көріп алсаңдар ғой. Барып, машина шығып, көріп келіңдер. Көздерін жеткізіп алыңдар, одан кейін халыққа түсіндіріңдер соны. Ана жерде келіп алсыңдар, сендер ана жерде не болып жатқанын ешкім көрмейді. Мына жерге фабрика саламыз деген, қазір мен айтайын, фабрика саламыз деген ана жоспарын жасадық қой, дәулеттің деген еді жігіт. Ачығар жігіт. Даже барып көрмеген ғой ана жерге, барып білмейді, шығып көрмеген. Барып көріп десе жоқ дейді. Қағазын алып келеді, береді айтып, әшейін пәленбай дамбы жасаймыз, андай мұндай дейді, ал өзі барып көрмеген ана жерге. Қағаз бұл жүзінде действительно аналар салғызғыларын келеді бұлай айтып істегендерінде. Ал істеп жатқандар керісінше. Енді мынаның жаңа химический элемент цианид дейді ғой, сол бізде енді ол жер солай адамның қан тамыры секілді ғой. Барлық жаққа жаңбыр жауғанда любой сайға құяды да, сол сай өзенге құяды. Өзен деген бізде қазір Маралды мен Күршім. Екеуі қосып Маралиха өзені болады. Соның ертіске құяды. Айландырып отырып, мүмкін солтүстік мұзды мұхитына дейін бірақ барады. Сонда қай жерге барсаңыздар да мына таулы аймақта, енді осы пресный вода дейді, осы таулы аймақта түзеледі екен. Енді соны біз міне бұлғап жатырмыз, бұлғап. Мына төменгі жақты бұлғап болды, қойтас жақты. Енді ол соны тоқтату керек па деген не ғой бар? Тоқтату керек. Рас ауыл тұрма, өзі шекараға жақын. Басқа жерде алтын жоқ қой. Иә. Басқа жазық жерден қастым дейді, басқа жерден алтын алсын. Келгендерінде дұрыс шығар, бірақ та бірінші көріп алсаңдар, ананың қалай тұрғанын бар, не? Примерно енді көздерімен көріп келіп, одан кейін айтсаңдар, шынында да сенеміз ғой онда. Бұлар да ақшаны экономить етеді. Бірінші көріп алсаңдар, одан кейін халыққа, одан кейін жиналысқа. Жиналыстың алдында бір жарты сағатқа көлікті біз берейік, өз бензинімізді әнетеміз, ештеңеге кетпейміз, апарып көрсетіп келеміз біз. Міне. Одан кейін көздерін жеткеннен кейін келіп нәрселер кіште айтсаңдар, сонда кіште сенеміз. Әпсі қаладан келесіңдер де айта кетесіңдер. Ана проект жасаған жігіт, проекті жасаған жігіт. Досым аты кім еді? Дәулет кім еді? Ачқар, яғни. Ол вообще анаған шығып көрмеген жігіт. Өзі де айтқан, шыққан ба дейді, жоқ дейді, шыққан жоқ дейді. Ал ана ненің бәрін жасап қойған, проекттің бәрін жасап қойған. Осы сол нені өлкемде жүр, тағы бір жерде тура осы методпен қатып шулап жатыр. Сол цианид деген өзі су ішсе өліп қалады дейді, сол неткенде. Рас па өтірік көрмеймін. Өзі сенесіңдер ме қазір ауылда кәдімгі торғай қайда? Торғай жоқ қазір. Бұрын тауыққа жем шашқанда торғайлар жабылып, торғай жоқ ауылда. Бірен сараған торғай бар. Міне содан өзі ойланамыз, немене болып тұр бұларды, қалай дейді. Торғай жоқ. Кісілер келгеннен кейін шынында қарап алып, нетіп барып бізде айтса, уже сенеміз. Әйтсе мына жерге келеді деп қағаз жүзінде айта береді. Мүмкін бізге ренжіп отырған шығарсың. Мен неге ренжіп? Мен айтып отырмын ғой, оның бәрін фотоға түсіріп, біз өзіміз барып жаңа ғана тағы да айтамын сізге қайталап. Біз өз еркімізбен бізге тексерістің рұқсатынсыз бізге ол жерде болуға болмайды. Жаңа сіз айтып тұрсыз ғой, 2 километр дегенде ол жақын ауылға. 2 километр деген жақын ғой. Заң бойынша 1 километр деп. Ол заң бойынша, ол смотря қандай жерде тұр олар, мүмкін жазық. Бізде ылдида тұр ғой білім бәрі, өсіп тұр да болды. Бізде міне солтүстік шығыстан жер соғады, ол табиғаттың заңы. Солтүстік шығыстан жер соққанда, значит солтүстіктен мұзды мұхиттан келе жатқан суық ауа бізге қарда келеді, міне осылай қарай. Қыста олар жұмыс істемейді, жердің бәрі бұлай соғады. Ал енді жылы маусым басталғанда батыстан шығысқа қарай жылдың мұссонный жел келеді, жаңбырдың бәрі осындай келеді. Сонда ала жаздай жұмыс істегенде, ала жаздай жел құтырып отырып осы жақтан осылай жауады. Екеуі чатыр жазды күні қатты жаңбыр жауғанда чатыр мына жаққа ұшырады. Қысты күні мына бәріміз бекіткенде шығыс жақты бекітеміз, батыстан соқпайды дейміз. Ақыры батыстан соғады. Сонда жаңағы қазып жатқан дүниенің бәрі ұшып отырып осы ауылға келіп қонады. Тура сол кезде олар жұмыс істейді. Жаз айында, қыс айында істемейді. Көрдіңіз бе? Сонда ол жаңағы 2 километрін, 3 километр деген түк болмағай жатыр. Енді олар істейміз дейді, олар қағаз жүзінде жақсы. Бірақ ақша экономить етеді, жаңағы отстой деген жаңа айтып отыр ғой, әділ. Қоя бере салады, олар түнде олбасын қоя бере салады. Су қап-қара болып кетеді, тәртең тап-таза болып тұрады. Мәселелер сонда болып тұр. Бұл енді айтып отырмын ғой, бұл варварский метод мынау. Ана жерде бүйтеді, басқа неге жерге орын таңдамады десе бүйтіп айтады. Ана жердің жер асты суын тексердік дейді.
су жоқ дейді. Екі жағында екі бастау ағып жатыр. Екі бастау ағып жатыр. Оның ана жерге топырақты төкті, бастау тоқтап қалды. Бәрі астында су тұр ғой, басқа жағынан шығып жатыр. Сонда бір су астына кетеді ғой бірдеме. Ол қай жерге су ақсын, қар ақсын, бәрі тура келеді де осы ауылдың ішіне құйылады да өзенге. Бәрі мына Күршім өзеніне кетеді. Бұның бәрі жоғары жақта тұр. Жоғары жақта тұр. Иә. Жоғары жақтан алады, разрешение болмайды ол. Екіншіден, мен сіздерге айттым жаңа, біз жер ресурстарын басқару деп атаймыз. Жерге қатысты мәселелерді қараймыз. Жерге қатысты мен айтайын. Жерге қатысты сөйлейді. Жоқ, енді немізді айтып жатырмыз да бізде енді. Кім сәке, бір минутқа жаңа жайылым дедік қой, непосредственно жаңағы аудан көлемінде жаңағы жайылым картасы сызылады, соған байланысты деп. Жайылымдар басқару. Иә, ол енді міне өзің қарап отырсың, біздікі жазық жер емес қой. Иә, әр мал әртүрлі бір бағытқа шығарылады, әр жақ көшеден. Міне жаңа айтып отырғанда, мына жаңа су болатын болса, мына жақтағы Қараткөл дейді, мына жақтағы ауыл екеуі жағынтымен, мына жақтан шығарады ананың үсті жайылым, малдікі. Мына жақтың орталық болса ол жеке былай кетті. Төменгі жақ ол жеке. Біз ана жаздық емес біздікі, көрдіңіз бе? Біздікі апырын бір саймен бәрі жайылымдар. Сонда жаңағы есептесеңіз, мынада жайылымға келіп тұр. Жаңағы несіне, территориясының несіне бәрі жайылым жерге келіп тұр. Одан екіншіден жаңа 1000 метр дедің, 800 метр дедің, анау дедің. Жарайды, біз рельефпен алатын болсақ, есептей беруге болады. Ол 5 километрде болып кетті мынау. Ал тікелей бүйтіп алып тұр, тікелей шығаратын болсақ, ана метр вообще қысқа болып кетеді. Жоқ, мынау тікелей есептелген. Тура сызықпен. Тікелей, иә? Тікелей. Именно жаңағы неден. Себебі мына рельефпен, жолдың несімен, ананың несімен. Мына жолмен емес, тікелей есептелген. Тікелей болса, онда иә. Әйтпесе ана жерде немен нететін болса, иә. Мына сонда жаңа ғана төшкіде мынау емен ауылдың басындағы точкамен иә сонда есептелген. Ауылдың шеткі нүктесінен олардың жерге құжат бар, жер учаскесі бар ғой, рәсімделген. Соның шеткі нүктесіне дейінгі арақашықтық 2000 бөлшек. Бірақ именно мына рельефпен кетіп тұр ма, әлде тікелей? Сыз көріп тұр ғой сізде. Иә, тікелей спутникпен алып тұр, иә, сетімен есептеп. Ал фабрика неше метрде тұр фабрика? O da sonda жерде тұр ма? Ана фабриканың кімі тұр? Фабрика емес ол, бергі участок. Фабрика одан да жақын жерде тұр. Сонда. Фабрика сонда одан да жақын жерде. Бұл дәркәле фабрика болып тұр ғой бізде. Карьер ғой бізде ең жақын. Ананы дробит етіп неткенде шаң көтерілгенде дүниенің шаңы көтеріледі дейді. Қарастырылған қоңыр бойынша ең жақыны бізге 015-256 участок. Ең жақын мына жерде қайсы фабрика екенін енді базадан қарау керек. Ең жақын номері ол 015-256 деген кадастрлық номері жер учаскесі рәсімделген. Соның шеткі нүктесі. Бұл ең бір шатақ болып тұрған таудан құлап тұр бәрі дүние. Жаңағы жайылымдарды басқару бойынша айта кетейін, жайылымдарды басқару тек қана осы жергілікті атқарушы органмен ғана жасалмайды. Ол мысалы осы ауылдың әкімінің қатысуымен, осы ауылда өзін-өзі басқару органдары бар ғой. Сол кісілердің қатысуымен жасалады. Сол кезде өзінің жаңағы көзқарастарын білдірсе болады. Соның бәрі ескеріліп барып жасалу керек. Ол жылдағы былай жайып деп. Жылдағы сіздер айтсаңыздар, ол енді көрдің бе? Оны сол мәслихат бекітеді. Ол жерде де қандай карта жасалатын болса да, кім Ерасыл сендерде бар ғой карта, жайылымды жер деген бар, басқа да жерлер деген бар, шаппа деп тұрсыз, сонда фактически алған кезде мына ішінде басқа да жерлерде болады. Ал енді анау непосредственно таудың сол жайылымды жерге кіріп тұр. Ал енді ар жағынан неткен ол жарайды, егістік жерлер бар, ол енді ол басқа әңгіме. Ол жылда бекітіледі жаңағы жайылым басқару, жылда өзгеріп отырады. Мысалы келесі жылы сіздер қайтадан қатыса аласыздар соны. Жоқ, ол фактически алған кезде біз сай ішінде жатырмыз, өз жеріміз өзімізде. Мысалы үшін Веркүршім былай жайылады, Гесовский былай жайылады, былай жайылады. Соның бәрін сіздер жаңағы жазық жер болса айтар еді, жинап әкеліп мөлшерге жайылымыз. Ол келмейді бізде. Мен ол жақта жатырмын, мына жаққа барсам өзі 3 километрге баруым керек. Соны айтып отырмын ғой сіздерге. Соны жасаған кезде өз ұсыныстарыңызды енгізсеңіздер болады. Ол жыл сайынғы жасалатын нәрсе, мәңгілік бекітілген емес. Лесхозымыз бар, олар айтады, тоғай ішіне жібермеңдер. Ана жерде енді мысалы жер картасы тұруға барған кезде тұр ғой Ерасылдарда.
қарайсың, маған осында сенокос десең, осында сенокос деп тұрады. Осындай жерімізді фактически алған кезде егістік жер деп тұр. Одан кейін біздікі мына бонитеттің ең жоғары бонитетін не ғой, мына аудан бойынша топырағы. Сондықтан біздегі егістік жерлерді мысалы ана назначениесін ауыстыру, анау мынау деген қиыныраққа түседі. Үкімет қана ауыстырып. Именно, иә, қайтадан шаппаға, шаппа деймін ана шаппаға деп, мысалы егістік жер. Сондықтан ана жерде бәрі тұр, картада да көрініп тұр. Ол енді сен мына жердегі тауды ертең тау болып тұр, басқа жерлер деп сен оны қайтадан шабындық деп айта алмайсың. Солай ғой, тұр, өзгермейді. Сонда жаңа біз түсінгеніміз сіздерден де жоғары жақтан бар жерде бәрі бекітіп алып тұр ғой олар. Жоғары емес, Министерствода. жергілікті атқарушы орган. Жергілікті атқарушы орган. Иә, жердің иесі жергілікті атқарушы орган береді жерді. Қазір енді кішкене ол алдында ол қазір енді кішкене жер халықтікі деп жатыр ғой. Біз бермеуімізге болады ғой енді. Жердің байлығында неде бәрі біздікі деп жатыр. Енді біз оны неге біз оларға ақша табады екен деп бұрқыратып бәрін қаздыртып қоя береміз. Бермеуіміз керек қой деймін солай. Жер халықтікі деп айтып жатыр, бірақ енді қазіргі заң бойынша, жұмыс істеп тұрған заң бар ғой. Сол бойынша жергілікті атқарушы орган жерді беретін орган болып табылады. Ол жердің атқарушы орган. Халық болғанда сіз, например, 10 кісі бере алмайды ғой жерді. Бір орган беру керек қой, бір жер беру керек. Сол жер болсын, жаңа конкурсқа бересіздер ғой жерді, мысалға. Ауылдың маңайдағы жерді жеке шаруашылықтарға бермеу туралы мәселесі бойынша. Ол кезде жергілікті атқарушы органның уәкілетті органы, мысалы Ерасыл мырзалар, олар алады, ол жерді конкурсқа шығармас бұрын бірінші очередте сіздердің осы ауылды елді мекеннің әкімдігінен рұқсат сұрайды. 4 органнан рұқсат сұрайды. Жерді конкурсқа шығармас бұрын. Осы әкімдіктен рұқсат сұрайды. Одан кейін ауданда кәсіпкерлік бөлімінен кәсіпкерлердің мүддесін қорғайтын орган. Өзін-өзі басқару органдарынан рұқсат сұрайды. Вот солардың 4 органның үшеуінің рұқсаты болмаса, онда бұл кісілер конкурсқа шығара алмайды. Сондай рычагтар бар ғой әлде. Ол халыққа өз сол арқылы өзінің мүддесін білдіреді. Бізде жүйе қалай бізде? Жүйе деген қазір система. Бізде система былай болып тұр. Сол моменттарда сіздер соны бергізбеуге құқықтарыңыз бар. Енді қазір жаза аламыз ба расторгын жетісінде? Неге берілді? Жоқ, қазір уже беріп қойған жерлер ол тек қана сот арқылы ғана. Иә, сол анжыл айтылған, иә, дұрыс айтасыз. Беріп қойған жер. Мен сізге бермес бұрынғы өйткені қазір мына жүйе былай болып тұр. Қазір областной әкім районный әкімге рычагымен давить етеді. Система солай бізде қазір. Областной әкім өзінің құзырын жүргіздіреді. Енді районный әкім ауылдық әкімге үстемдігін жүргізеді. Бұрын солай болды ғой. Қазір да солай, ол қазір бұрында емес, қазір да солай болып тұр бәрібір. Қазір да солай болып тұр. Бәрі үстем сонымен сөйтіп алып алып тұр. Енді соны сотқа беру керек деп тұрсыздар ғой. Бұрын әкімдік қана өзі ғана жалғыз өзі шешім қабылдаса конкурсқа шығарар алдында. Қазір енді басқа жеке адамдардың мүддесін білдіретін органдардан рұқсат сұрап тұр ғой. Досым да қазір ештеңке дей алмайды, өйткені оған да давить етеді. Бұл система солай бізде. Біздің система өте қиын система. Жүйе. Иә. Вот сондықтан ол солай ғой. Оған біз қарсы болып тұрмыз қазір. Былай болып тұр ғой. Жаңа осындағы өзін-өзі басқару несі шешу керек, андай шешу керек жер береді. Бұған дейін біздің ешкім санағанда жоқ даже. Бізді халық деп те, адам деп те санаған жоқ андар. Кімдер? Осыны алатын жерді алғандар. Міне былтырдан бастап қана басымызды көтеріп осыған... Сіздер қазір міне өзін-өз басқару органдарын сайлаған кезде дауыс беріп, өздерінің сенімді адамдарыңыз қойсаңыздар. Ол оңға дейін алып қойып тұр ғой. Досымға дейін алып қойды уже. Оған дейін ана... Оны қайтадан қазір айтып отыр ғой, халықпен қарсы болса, сайланған адамдарды қайтадан орнынан босатуға болады. Жоқ, жарайды. Ол босата алмайды. Ол сол әкімнен бұрын, мына досымнан бұрын алып қойып тұр оны. Ол сол жүйе өтіп кетіп тұр. Енді біз сотқа беру керек деп тұрсыздар. Оны жол айтылды ғой. Бұған дейін кәдімгі ауылдың 5-6 кісісін осы жерде сенде жаңыз істейсіз. Сіз міне өзіңіз сол басқару органының өкілі болсаңыз, содан сізден жерді конкурсқа шығарар алдында, мысалы Ерасыл мырза сізден рұқсат сұрайды. Мен осындай жерді конкурсқа шығарғалы жатырмын. Сіз келісесіз бе? Сол кезде сіз айтасыз, келіспеймін. Неге? Осындай себептер бойынша. Одан кейін алды ол жерді конкурсқа шығармайды. Ол үшін сіздің жеке жалғыз сіз ғана қарсы болсаңыз, онда ол әсер етпейді. Үш орган жаңағы, 4 органның 3 органы положительный дауыс берсе, онда шығарады. Жоқ, енді оған дейін бәрін олар өздері істеп қойған ғой. Істеп тастаған дүние ғой бұның бәрі.
халықтан сұраған да жоқ, бұрынғы әкімнен де сұраған жоқ, тағы қайсы. Қазіргі сәттегі Оған ешкім сот сұраған арқылы жоқ. шешу керек. Сөйтіп алып қойған ғой бұл жердің бәрін. Ана егіндік Қазір жерде біздің департаментте мысалға әкімнің шешімін заңсыз деп тапса, біз де өз еркімізбен оның күшін жоя алмаймыз. Біз сотқа береміз. Ары қарай сот шешеді. берілген соң сотқа енді қараңдар, тексеріңдер. Ал ол үшін жаңағы бір өтініш жарай ма, жете ме? Тағы да жазуымыз керек па? Жаңағы Төлебаевтың өтініш жарай ма? Ол өтінішті былай деп жазылған. Ответ берген ғой, оны. Оған ответ жазып па, ол Төлебаевқа? Қарастырылуда. 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 Ол өтініште жазылған. Менің өтініш беру себебім Күршім ауданы Маралды ауылының шетінде 1,8 километр жерде Маралиха Голд жауапкершілігі шектеулі серіктестігі алтын өндіру бойынша жер белгілерінің беткі қабатын сыдырып жұмыс атқарып жатыр. Сол себепті осы жерді пайдалану заңдылығын тексеруді сұраймын деп тұр. Енді басқа да, бұдан басқа сұрақтарыңыз болса, енді ол бөлек өтініш болу керек. Біз енді осы өтініштің шеңберінде ғана қарастыра аламыз ғой. Егер де бізден осы заңдылықты сұрап, біз басқа фактілер бойынша тексеріс аша алмаймыз. Өтінішті қандай фактіні тексеру деп сұрап тұр, біз сол бойынша ғана тексеріс аша аламыз. Басқаша анда несі дұрыс емес па андаған? Оның фабрика салу үшін де халықтың разрешениесі керек екен. Фабрика салу үшін де осы атқару, жергілікті атқару дейін разрешениесі керек қой, осы халықтан керек қой. Фабрика салу үшін. Осы қиын болды өсірімдер осы алтын деген. Фабрика салу үшін енді жергілікті атқарушы орган жүргізіп отыр. Ал егер де министрлікпен берілген кезде, ол кезде енді ол халықтан сұрау деген өйтіп жазылмаған. Ол үкімет өз жаңағы контрактный территорияны өзі береді ғой. Өйткені жаңа президентіміз айтып отыр ғой, қазір ел экономикасы, например, қиын, сондықтан біз соған қосымша қаржы табуымыз керек деп. Елімізге кетіп жатса жарайды ғой. Олар мұнаймен, ағып жатқан мұнаймен, газбен, осы көмірмен көтерілмеген экономика, жалғызтаумен экономика көтерді деп сенесің бе? Енді бұл мына жерде бұлай ғой. Осыны жай ғана айтшы, ағып жатқан мұнай қаншама, көмір. Енді ада сіз сұрағыңызда экономика министріне қоймаса, жер инспекциясы. Жоқ, енді сонымен көтерілмеген экономика, енді мына жалғызтаумен көтерілді. Сіздер мен жауабымды аласыздар да видео түсіресіздер. Жоқ, жай айтқанымыз енді. Мемлекеттік органның атынан келгендіктен мен ол бойынша мен құзыретті емеспін. Жоқ, жарайды жауап бермей, бірақ сіз негізіндегі айтқанымыз ғой. Енді құрметті тұрғындар, жалпы бұны естімейтін құлақ жоқ дейтін емес, айтып жатырмыз ғой. Мәжіліс депутатына дейін келіп айтылды. Енді бұл мәжіліс депутаты біздің комитеттің төрағасына тапсырма берді. Келген жұмысына байланысты бар ғой. Негізінде бұл былай болған. Бұл кісілер неге шақырды? Менің кабинетімде Ерлан Бияхметұлы отырды, содан кейін Тоқан Бақаға келді. Сол кезде айтты, біз дейді мына жайылымдық жерлер туралы ешкім бізге ештеңе айтпайды, түсіндірмейді дейді. Жаңа заң шықты ғой. Соны бізге неге келіп айтпайды дейді. Сондықтан сол жерде кабинетінде отырды да, жаңағы комитеттің төрағасына звондады. Содан кейін мына кісілер келіп отырған сапармен. Енді сіздерге түсіндіру жұмыстарын, жаңа заң нормаларын түсіндіру бойынша. Енді жарайды, мына алтын фабрикасы ол да өзекті, оның да жер дауыл болып тұр, иә. Енді сіздер енді ауылда тұрып жатқаннан кейін мына ауыл шаруашылығына қатысты жерлерде де может сұрақтарыңыз бар. Бар. Сонда қойбасаңыздар сұрап мысалы. Мысалы мынандай Самарқан аға, мынандай айтты иә, Сайыр. Жаңағы егер конкурсқа екі адам түсетін болса, соның біреуі мысалы Маралихадан түсіп тұрса, ол Күршімнің жаңағы бизнесмен алдында оның приоритеті болады деді конкурста. Сол сияқты мысалы рас па өтірік па, сондай сұрап алыңыздар. Өйткені егер тең болып тұратын жағдайда, мысалы екі адам қатысып, балмен есептеледі ғой, инвестицияның көлеміне байланысты. Қосымша балдар беріледі жаңағы. Сол ауылдың тұрғынына, ол кісінің сол ауыл шаруашылық саласындағы білімі бар, соның жоқтығына қосымша балдар беріледі. Қарап таныссаңыздар болады. Енді мүмкін қазіргі таңда может мәжіліспен қарастырылып жатқан шығар, мен оны айта алмаймын. Ал қазіргі жұмыс істеп тұрған заң бойынша 5 километр шақырым деген сөз. Онdan несі қайда? Қашықтық қай жерде жазылған? Қашықтық туралы жазылмаған бұл. Жазылмаған. Тек қана жаңағы айтып отырмын, төлейді ол. 6 ай ішінде жаңағы районға ма или қаулысы шықты ғой, мысалы 11 наурызда шығыпты мен 22 жылдың. Содан кейін 6 ай ішінде төлейді. Төлеуге тиісті. Оны ауылға төлей ме, районға төлей ме? Районға бөле районның бюджетіне түседі ғой.
Оны көрмейміз, оны бәрібір біз білмейміз. Сол облысша қазбаған жақсы ғой. Рекультивация жасалмаған жердің бәрі бұл районға түседі, а біздің ауылға түспейді. Рекультивация министрлікке түседі. Жоқ, неге түседі? Ал зардап шегетін ауылдың адамдары. Енді өзі мынау бізде барамыз да су іше саламыз қазір. Сізге де ішуге болады. Тап-таза. Ондай су таппаймын. Мен барлық жерде болдым мен. Мен Россияда да болдым, Өзбекстанда да болдым, мысалы үшін Қырғызстанда да болдым. Осындай су жоқ, су іше салатын жер. Көрмейміз. А бізде келеміз, су іше саламыз. Вот ең керекті осы суды құртқайтыр да сол. Бар дүниемізді құртқаннан кейін одан артық. Оны кейін артқа последний нетікке келді. Ата-бабамыз жердің астынан құмырсқа секілді болып қазып шығарған. Далай ауырып, селихоз болып өлді ол кісілер. 50-60 жасында. Мен қазір 64-ке келіп отырмын. Олар 50-60 жасында қайтып болып кетті. Көбін шал болды. Қазір енді осы экологиямызды қайтып, бір кішкене совхоз болғаннан кейін қуанғанбыз. Анау Малебай учаскедегі жерден ағаштар трактормен түк қалтырмай құлатып, таудың басында қар тоқтамай қалды. Енді сол қарағайдың бәрі енді өсіп, біз енді қуанып жүргенбіз. Ой, енді жақсы болды. Енді келіп міне алтын қайта пайда болды. Бұл өзі осыдан 10 жыл бұрын сұлық пайда болды. Ең бірінші былай деді: Маралихан көшіреді, халқына ақша береді, алтын қазады. Маралиха алтын үстінде тұр деген қасует тарады міне интернеттен. Шықты ғой солай. Бәрілерін естідіңдер, е? Маралихадан кетпеңдер, ашың алтын екен. Енді міне уже шет шағасы міне келіп жатыр енді міне. Білмеймін енді осындай. Ана Астананың маңайынан талай жерлері қазылыпты дейді. Тоже көп қазылған дейді. Біреуі де жабылған жоқ дейді, тастап кеткен дейді. Техникалар прямо ана балшыққа дейді, әшем батып қалған дейді, тастап. Оған сенбейін десең, біздің мына 6 айда сөйтіп тастап кетті бір компания. Қалды. Солардың бастықтары анау неге барып, Монғолияға барып, уже қайтыста болып кетті олар. Жоқ, өмірде жоқ, оларды таба алмаймыз бізді. Міне сол методқа келіп, мыналар да соны тура сол метод істеп кетеді ме деген ойлаймын. Бірақ сіздерге қажет жоқ, бір айтқан ол Яғни маралды голдтар ана жерде голдтағылар бір жағынан разведка, бір жағынан добыча жасады, екі жерде жуды, екі жерде сол күйі қалды. Алды да экскаватормен ашты, жуған жерлерін. Өзен қағазға салды, бітті. Енді оны бізге өтіш жазылсы бойынша. Соның бәрін жазып көрсетіп. Енді ал мыналарың енді қазір жаңа жерін бір қағат сыпыртса, жерін бірін қыртсын. Топырақ жоқ. Қай жерден алған топырақ? Ертең ветровой эрозияға ұшырайды. Бізде қатты жел соғады. Бізде ойлайды, таулы аймақта жел соққанда кіші ұшырады. Қатты жел соғып, бізде түк қалтырмай топырақ дейді. Ол Совет үкіметі кезінде бізде қалай болып тұр? Қазір міне Қытайлар ақша Қазақстанның малын аламыз дейді. Неге? Өйткені олар стойлыбыға қоймайды. Қазақстанның малы естественный жайлады екен. Ол мал сүйген шөбін жейді екен. Біз ойлаймыз ғой, біз баяғыда осы жерде долан өскенде шетінен жей бермейміз біздер, мысалы бала кезімізде. Сары долана болады, қызыл долана болады деп тәттісін жейміз. Мына мал да солай екен. Сонда бізде етке қытайлықтар қызығады дейді. Рамыр дейді ме бірдеңке деп айтып. Сол секілді ол соқтан енді табиғатты құртқан деген болмай тұр, енді соған зарлеп тұрмыз еді сол. Бізде бәрі мәселе сонда болып тұрмын. Бізде ағаш шанши салса өсіп кетеді осы жерде. Міне ағаш егіп дәуреміз керек жоқ. Шанши саласың бесіп міне. Бір кезінде бізде шарбақ тоққан. Талыс шаншып неді тоғай болып өсірді. Өйткені бізде плодородный почва, бізде ең табиғат. Енді Шығыс Қазақстан деген ең әсем жер ғой. Шығыс Қазақстан деген Қазақстан ішінде бетке ұстар жері. Бірақ сол жерде алтын болып тұр да, барлық осы көріп тұрсыңдар ғой, су лайланып жатыр. Енді осы су керек бізге. Ана ол жерден Канисқа жатыр, иә? Суды былай да бұрады, ондағы осы ауылдың кісісі солай қазған жеріне түсіп қайтыс болған. Айтып ауылдың адамдары момын, ондайға ешқандай чулатқан жоқ. Суды өзені былай да бұрады. Ал ана Үшбұлақ деген ауыл бар мына жерде 25 шақырым. Ол жерде мына жотамен асатын жол бар. Неше шақырым досым? Қай жер пе? Қарауылқа. Қиынбұлақ. Ойнақ. 3 шақырымда жағы дейм ме? Яғни қазып салған маңайы ма? Сенде көпір сабақ істегендер.
сондай жер бар. Ал астынан жол саласың, ол талай халыққа пайдалы. түбөктү айтып отырсуз. Түбөктің астымен жалғасасыздар. Епсейді айтып отырсыз. Иә, епсейді, иә. Ал оған рұқсат жоқ, ана өзенді бұрынға ескі арнасына сап жібергенге. Иә, бұруға болмайды дейді. Өзенді бұруға болмайды дейді ағысынан. Астынан жол салғанға халыққа рұқсат етілмейді оған. Ал ана корейский рұқсат, суды бұлай да бұрады. Жоқ болып жатыр ғой, бір мұқым, ана бір үлкен сайдың іші біз осы ауылға келеді. Жоқ оның ішінде. Енді оның ішінен тастан басқа түк жоқ. Кәдімгі көрген кісіге, енді адамның ішінде ауылым, елім, халқым деген кісінде бір кішкентай жүрегінде түйсік болса, ананы көрсең кәдімгі жылайсың ананы. Ал ана жалғыз ана корейский істеп жатқан ана. Ушул мен Мына сендерге де кәсет етеді енді қазақ бар, жігітпіз деген көрсеңдер енді. Ана жанашының жүрегінде бірдемесі болса анаған түсінде де жанашын шығады. Істеп жатқан нәрсе. Жоқ, мынандай тас болды. Топырақ та жоқ, тас қана жатыр. Шаппа да жоқ. Мына жағынан қыстауға жоқ таяқ келе жатыр. Қыстаудың өзенімен. Қарақойын. Şu Қарақойынға келіп қойды деді. Мына жағымен ана қиын судан бері қарай өтіп кетті. Ал ана Үшбұлаққа ана жерге бір шақырым жерді суды бұрдырып істеуге рұқсат жоқ. Көктемнен бастайды, қыстай бейгет. Малдар өліп жатыр деп тұр, жаңа Секисовка жақта, жаңағы осы цианиттен уланып жатыр деп тұр. Енді уже былай қарасам, Шығыс Қазақстан барлық жерде осы қасірет болып тұр ғой. Сондықтан енді бұл тоқтату керек дегенге келіп тұрмыз ғой. Соның кейін айтып отырмыз, сіздерге тиісіп неміз бар. Сендер де сол жағынан енді ауылдың баласындар ғой. Дұрыстап соны қарасаңдар ана жерді. Кішті көмектен бізге тисе деген ғой енді. Кейде зау алғанына қатты да айтып жібереміз. Сендер жағынан кішті енді, қай жағынан келсеңдер кішті ауылға бір пайдасы бар жағынан көрсетіп кетсеңдер тіпті жақсы. Рахметімізді айтамыз, одан басқа түк жоқ. Жаяғы мына жерде келіп сөйлеп кеткенімді жақсы. Бірақ соны ананы көрсетіп тексеріп, 1800 дейді, ана жерден бүйтіп қарасаң 800 метр ғой ана жерде. Мен өзі сол жерде күзетші болып істегенмін. Ана жерден тұрасың, ақырғы үйде. Ол бойынша тексер, жер қатынастар бөлімі қазір акт абсолют жасайды. Фотоға түсіреді, содан материалды жібереді. Соның негізінде біз тексеріс аша аламыз. Көрсетіп келейін жай. Жай сөзін айта беріңіз, чтобы рекомендациясын айтып алатын қайсы. 6 компания деді. Маған сіздерге өтіп, ол кәсіпкер жер үстарын басқару департаменті Шығыс Қазақстан облысы бойынша, соған жазамыз, е? Чукаев Сейсенғазы Жұмағалиевич. Мына шпоршыттылар, олар жайылымдар. Аралас болып тұр, тек қана егістік емес. Жоқ, тура іште салған жерде ана продакшнның несі директоры сөйтіп айтты. Мына жерде несін ауыстырдық, мынау жайылымды жер, бұл негізі налог төленбеген, андай-мындай. Содан біз осылай жайылымдық жерге деп ауыстырдық та, солай нетіп алдық деді. Солай өзі айтты. Санатын ауыстырады, алқалын ауыстыра алмайды, үкімет ауыстырады. Жоқ, енді ана кісінің солай айтып неткен. Мынау жайылымды, бізді сап жатқан жеріміз жайылымдық жер деді. Ол емес, мен сізге заң бойынша қалай соны айтып отырмын. Так, сұрақтарыңыз бар? Болды ғой демей. Онда барып көрейін бе? Кездесіп отыр. Қазір көрген кезде қазір сағат обед болды енді, қазір сағат 2:30 ма, 2-де шығар? Обед болмайды.